Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Психология пәнінің дәрісіне қош келдіңіздер. Бүгін психология пәніндегі соңғы тақырыптың бірі адамның жеке дара ерекшелігін көрсететін тақырып. Бұл тақырыптың атауы қабілет деп аталады. Қабілет әр адамның белгілі бір іс-әрекет түріне икемділігін айтады. Немесе қабілет дегеніміз мақсатқа бағытталған тәлім-тәрбие жұмысына байланысты адамның бір іс-әрекетке ұйымдасқан түрде бейімделуі және оны нәтижелі етіп атқаруы. Қабілет, біз қабілетке мысалы бәрімізде бейімдіміз. Біз жүріп тұру қабілетіне, сөйлеу қабілетіне, қимыл қозғалыс жасау қабілетіне икемдіміз. Қабілеттер арнайы және жалпы болып екіге бөлінеді. Арнайы қабілеттер дегеніміз ол арнайы, яғни көркем өнерге, суретке, математикалық ерекшеліктер бар, қабілеті бар адамдар, балдар болады. Мысалы, есеп шығаруға бейімділігі бар, көркем сөз оқуға, тағы да басқа. Ал жалпы қабілеттер деп отқанымыз, жаңа біздің қимыл қозғалысымыз, жүріс тұрысымыз, сөйлеу әрекетіміздің бәрі жалпы қабілетіміз екен. Қабілет түрлері: дарындылық, шеберлік, талант, данышпандық, шабыт болып бөлінеді. Бұл қабілеттің айрықша ерекше түрлерінің бірі. Шеберлік нақты іс-әрекет аймағында жоғары деңгейге көтерілген қабілетті біз шеберлік деп атаймыз. Шеберлік, яғни бір іс-әрекет аймағында жоғары жетілгендік, үлкен де қажырлы еңбек негізінде пайда болады. Шеберлік көбіне өндірістік қайта жасау жаңағы қызметкеріменен байланысты келеді. Шеберлік ол әркім өзінің кәсіби саласында, кәсіби бағытымен, кәсіби деңгейімен көтерілген маман иелерін кейде айтамыз шебер деп. Мастер своего дела дейді. Сондай шеберлердің көбісінде педагог-новаторлар бар, шебер, өте шебер педагогтар бар, мысалы біздің елімізде. Сонымен қатар өнеркәсіп майталмандары бар, шебер, өз ісінің өте шебер инженерлері, конструкторлары, тағы да басқа. Шебер нейрохирург дәрігерлер бар, адамның сонау бір бұлар болмас жеке әрекетіне жаңағы операция жасайтын, ота жасайтын сондай шебер мамандар елімізде бар екен. Талант, құрметті студенттер, сөзінің төркіні, мәні сонау ежелгі Грецияда, ежелгі грек қауымында бір пайда болған екен. Жай қарапайым мынандай бір аңыз айтайын. Бір күні бай, жаңағы манап бір бай адамның өзі жоқта жұмыстан қашып кетпесін деп құлына ақша береді, ділдә, күміс ділдә ақшаларды беріп қояды. Ол құл жаңағы ақшаны өзінің мүддесін жүзеге асыру үшін емес, барады да сол ақшаларды топыраққа, жердің астына көмеді екен. Сонда ана бай адам ана құлға қарап тұрып, өзінің талантын жерге көміп жатыр. О несі екен деген ой болады екен. Сонда анау пайдалы іс жасайтын құлдың өзі соны өзінің қолындағы іскерлігін немесе өзінің сол күш қуатының бәрін сол берген ақшасын өзіне жаратудың орнына көміп тастап жүреді екен, құмға апарып, топыраққа апарып. Сонда бұдан шығатын ой, сонда талантты жерге көмді деген бар. Талант әрбір адамның бойында бір нәрсеге деген бір талантты әрекеті болады. Бірақ оны дамыту ол адамның өзінің қолында. Себебі мысалы ән салатын адамдар бар. Ол ән салатындығын байқаған ұстазы немесе вокалдан сабақ беретін маман оны байқаса, ол
ол әрекетін дамыту керек. Бізде талантты мысалы әншілеріміз бар. Біздің Роза Рымбаева сияқты атақты, біздің өзіміздің елімізден, осы жерімізден шыққан Димаш сияқты, олардың ерекше талантымен біздің елімізде әлемге танымалы, яғни әншілеріміздің бірі, талант иелерінің бірі деп айтсақ екен болады. Данышпандық, құрметті студенттер, кез келген адамға беріле бермейтін ерекше жеке дара қабілеттің бірі. Қабілеттердің дамуының барысында ең жоғарғы деңгейге шыңдалу бұл деңгейі данышпандық деп аталады. Данышпандығымыз бұл шығармашылық қызметі мен қоғам өмірінің бір дәуірінде адамзат мәдениетінің тарихында белгілі бір із қалдырған адам ғана данышпан бола алады. Біздің данышпандар бар. Олар Әл-Фараби, олар Аристотель, олар Платон, олар Сократ, олар сонымен қатар Гиппократ, сонымен қатар өзіміздің қазақтың данышпаны болып саналатын Абай дара, Абай дана қазақта дейміз. Абай өзіміздің, сол сияқты өзіміздің данышпандық қасиетімен танылып, қазақ әдебиетіндегі классикалық әдебиеттің үлкен ойып орын алған Мұхтар Әуезов данышпанымыз бар. Әрі ғұлама ұстаз, әрі керемет ғалым. Сонымен қатар біздің университетіміздің аты аталып отырған Құдайберген Жұбанов біз үшін ғұлама, данышпан, тіл білімінің үлкен ғалымы, профессор. Мінекей осындай данышпандарды біз атап айтып өтуге міндеттіміз ғой деп ойлаймын. Ондай данышпандарды адам танып біліп жүру керек, құрметті студенттер. Шабыт адамды жаңа идеяларға жетелеп, оларды іске асыруда ынталандыратын психологиялық қалып. Кейде айтады, ой, бүгін міне шабытым келіп отыр, бүгін шабыттанып отырғанымда мынандай істерді жасап тастадым дейді. Ал шабыт көбіне біз шабыт деген ұғым бізге көрінгенде, естігенде, шабыт деген ұғымды көргенде біз ақын жазушылар ғана есімізге түседі. Яғни шабыттанып ақындардың өлең жазуы, жазушылардың шығармашылықпен айналысып, яғни кітап жазу, тағы да басқа. Шабыт ол адамдардың бойында кездеседі. Бір шабыты келген кезде адам өзіне тиесілі, өзіне тән іс-әрекетін орындап тастайды екен. Сонда осындай бір шабыттанған кездері болады екен. Жаңағы әу демейтін қазақ жоқ қой. Шабыттанған кезде кейде бір қолыңа қалам, қағаз алып, сен де бір жаңағы шумақтарды жазып, өзіңде сондай бір өлең шығарып тастайтын кездері адамның болады. Сондықтан шабыттану дегеннің өзі адамның келешегінде болашақ істеріне, өзі жасап жатқан бір кәсібіне үлкен стимул дейміз ғой, ықпал ететін мотивацияның ерекше мотивация беретін болатын адамның бойындағы қабілеттің бір бөлігі. Шабыт осы ерекше түрінің бірі. Келесі нышан және қабілет деген бар. Құрметті студенттер, нышан. Орыс тілінде нышанды задатки дейді. Нышан бұл қабілеттердің дамуының табиғи негізі болып табылады. Мидың құрылымы, ми құрылымындағы сезім мүшелері мен қозғалыстар, анатомиялық, физиологиялық, нәсілдік ерекшеліктер. Нышан дегеніміз, мысалы, мынау өздеріңіздің ата-аналарыңызға ұқсап туыларыңыздың өзі сіздердің нышандарыңыз. Яғни ол нышан анатомиялық, физиологиялық нышан болып табылады екен. Әкеңе ұқсап, атаңа ұқсап, немесе анаңа ұқсап, яғни дүниеге келуінің өзі осы нышан екен. Ал нышан қабілеттің алғы шарты болып, дамуындағы табиғи алғы шарт негіз болып табылатын осы нышандар екен. Қабілеттің типтері, яғни бұл мынау көркем өнерлік деген бар.
көбіне бірінші сигналдық жүйеге негізделген қабілет типі бұл. Яғни бұнда қимыл қозғалыс, тағы іс-әрекеттен тығыз байланысты жүреді. Енді көркем өнер өзі атында айтып тұр ғой, барлық көркем өнер бұл жерде қолмен, мимен, немесе қозғалыспен арқылы яғни жүзеге асады. Ой саналық қабілетіміз болады. Ой саналық қабілет бұл көбіне екінші сигналдық жүйеге негізделеді. Яғни сөз арқылы, жазу, сызу, графикалық сызулар арқылы, яғни ойымызбен логикалық есептер шығару, тағы басқа. Осы есептер шығару, немесе оларды шешу, есептерді, өрнектерді ықшамдау деген сияқты көптеген ой саналық деген, яғни біздің сөйлеу әрекетіміз арқылы ойымызды сыртқа шығару негізіндегі қабілетімізді байқатады. Аралас қабілет. Бұл қабілеттің типі екі жүйеде бірдей қатысады. Яғни қимыл қозғалысымызда, сөзімізде бірдей тең қатысып отыратын қабілеттің типтері екен. Осы қабілет деген бар, қабілеттілік деген бар. Қабілет ол біздің барлық іс-әрекетімізде қимыл қозғалысымыз, біздің жүріс-тұрысымыз, біздің бір нәрсеге икеміміз, қабілетіміз. Ал қабілеттілік дейтін ол аса ерекшелік, адамның бойындағы дарындылықты. Осы бала мысалы математикаға өте дарынды, есептердің жауабын керемет шығарады. Немесе мына бала сурет салуға дарынды, мына бала көркем сөз оқуға дарынды, мына бала жай газет журналдарға очерк жазуға, эссе жазуға дарынды, мына бала мақалаларды құрастырып жазуға, ондағы сабақтастықты байланыстыруға дарынды дейміз. Бұл адамдағы қабілеттіліктің, дарындылық белгісін көрсететін ерекше бір қасиетінің бірі дарындылық екен. Осы қабілетімізді зерттеу үшін біз одан әрі қарайғы сабақтарымызда, практикалық сабақтарымызда қабілет әдістемелеріменен зерделеп, зерттеп, қабілетті одан әрі толықтырамыз. Қабілет туралы дәріс осы. Дәріске қатысқандарыңыз үшін рахмет, алғыс білдірем. Келесі сабақтарымызда аман-есен жүздесуге жазсын. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар. Рахмет.